Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз кел, қайталайық. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбын иллюстрация арқылы болжау. Мұғалімнің қолдауымен ә, ү, о, ң, қ, ғ, х дыбыстарын артикуляциялау. Бірінші тапсырма. Суретке қара. Тыңда, қайтала. Сен қайда барасың? Мен дүкенге барамын. Бұл қандай әріп? Бұл ә әрпі. Мынау не? Бұл ұшақ. Сен тауға барасың ба? Мен тауға барамын. Сен үйге немен барасың? Мен үйге автобуспен барамын. Сен коньки тебесің бе? Мен коньки тебемін. Сен мектепке кіммен барасың? Мен мектепке атаммен барам. Сен не істейсің? Мен шаңғы тебемін. Екінші тапсырма. Суретке қара, ойлан, толықтырып айт. Үшінші тапсырма. Суретке қара, үлгі бойынша сөйлес. Балалар, нөмірі 2-ші дәптердегі 9-шы беттегі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Суретке қара, жаз. Екінші тапсырма. Суретке қара, сұраққа жауап бер. Жаз. Үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Суретін сал. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.